Саламатсызбы мұғалімдер. Енді ең актуальный тема. Енді пейджге қалай баға қою керек. Біз сол мейлдарымыз, парольдарын жасап болғаннан кейін бізде осында окно шығады. Яқта аты жөндеріңіз тұрады. Кейін бізге оценки деген басқан кезде сіздерде осылай тұру керек. Бұлар жоқ болады. Яқта добавить класс, который я преподаю деп тұрады. Именно оған тұрады. Кейін біз мына добавить класс деген басамыз. Мысалы біз қазір ойланып отыр. Қандай пәннен бересіздер? Соны басасыздар. Мысалы менде информатика. Кейін стандартный предмет деген мына информатика. Мысалы қай сынып? Мысалы айта 9 деймін. Мына класс, например, 9 класс. Егер менде мысалы подгруппа сияқты, мысалы егер полный класс болса, онда ешкімге тиіспейміз. Егер адамдар таңдау керек болса, онда 1, 2, 3. Ана жақта адамның аттарына қарап таңдасаңыздар болады. Бұл уже сіздерде уже мынау тек қана таңдалған адамдарға ғана баға қоя аласыздар. Бұл ағылшын тілі мұғалімдерге бөлінетін класстарға осы мына жақта галочка қойып керек адамдарды белгілеп аласыздар. Маған ол керек емес. Мен тек қана осының бәрін не істеймін? Барлық все ученики деп басам. Кейін сохранить етемін. Так, кішкене күте тұрайық. Сохранить еткен кезде менде мысалы оценки деп осылай тұрады. Сол мен мына жақта алгебра емес. Мен мысалы 9-шы мына жақтан класс таңдаймыз мысалы. 9-а. Мына менде барлық оқушылардың аттары тұр. Кейін мына жақта мысалы сіздерде промежуточные оценки деп тұр. Соған басасыздар. Кейін осы жақта сіздердің пәндеріңіз тұру керек. Информатика. Informatics. Ағылшынша тұру қатты не емес, маңызды емес. Так, и мына жаққа бағаларын қойсаңыздар болады. Мысалы 5 дейік. Тағы да мысалы жаңа баға қойғыларыңыз келсе, мына жаққа новое назначение дейсіз. Назначениеға мысалы теманы жазсаңыз болады, немесе дата жазсаңыз болады, например. 18 сентябрь дейік. И мына жаққа датасын да қойсаңыз болады. 18 сентябрь. И мына жаққа, например, темасына деп айтайық мысалы. И сохранить етсеңіз, мына жақта новый вкладка тұрады. И мына жаққа бір баға қойсаңыз болады, например. Айталым 3 қойдық дейік. И осын баға қойғаннан кейін сохранить етсеңіз, мына жаққа среднее число. Екеуінің бағаның қосындысын жасап береді. Среднее число жасап береді. Так, и бізге мысалы БЖБ, ТЖБ деген мысалы бүйтіп жазамыз. ТЖБ немесе БЖБ бағаларын қойғыларыңыз келсе, оценки дегенге мына жаққа тек қана текст деп жаза салыңыздар. И, например, датасын қойсаңыз болады. Сохранить етсеңіздер, ол сіздерде мында кавычка сияқты тұрады. Мысалы ол жақта мысалы айталым даже хоть 5 стандартный баға 5, хоть 9 деп қойсаңыздар, мысалы қараңыздар. Сохранить етсеңіздер, средний числоға әсер етпейді. Бұл жақта ТЖБ, БЖБ жасасаңыздар, кейін средний числомен екеуін қосып екіге бөлесіз ба, сөйтіп итоговый баға шығарған кезде сөйтіп не істесеңіздер болады. Өзгертсеңіздер болады. Мысалы, біресе дұрыс емес болып қалса, үстін басып, өшіріп, сохранить етсеңіздер, мынандай диалоговый окно шығады. Сөйтіп, мына жақта изменить деген жерге сохранить салды. Сол кезде мына жақта баға өзгеріп кетеді. Так, в принципе,
итоговая оценка деген жерге мысалы өзіңіз итоговый оценкасын қоясыз. 5 болса 5, 4 болса 4, 3 болса 3. Егер бір нәрсе жазғыларыңыз келсе, заметки деген жерге жазып, например, мына жаққа өзінің причинасын жазасыз. Сөйтіп жіберсеңіздер, ата-аналарға уведомление ретінде келеді. Жалпы осы бірінші квартал деген осы бірінші промежуточныйлар қойып аласыз. Потом екінші тоқсан басталғанда мына екінші тоқсан дегенге басасыз. И дальше мына үшінші тоқсан, төртінші тоқсан, мына промежуточный мынау. Осылай. Мына жақта класстарды былай ауыстырасыздар. Жоғары ағып, мына жақта оценки. Осы жақта оценки деп тұрады. Жалпы осы. Егер сұрақтарыңыз бар болса, қоясыздар, ары қарай жауап беремін.